Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз шоқпар ит питомнигіне келдік. Осы кісілердің бәрі төбеттермен айналысады. Бұрынғы қазақи төбет пародасын ары қарай дамытып, қазақтар оны жоғалтпас үшін осындай іспен әрекеттенеді. Видео қызық болады, міндетті түрде жазылыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Всем ассаламу алейкум, приветствую вас, друзья. Сегодня приехали к нам гости поснимать мой питомник. Питомник называется Шоқпар. Занимаемся чистопородными среднеазиатскими овчарками, в частности, и тубетом, восстановлением тубета. Это вот мой красавчик Бизон, то есть я считаю его представителем именно казахского тубета. Хотя у меня имеются собаки, не только этого типа, есть и таджикские волкодавы, есть и афганцы, но сегодня речь идет о тубете. Изначально я начал заниматься собаками 5 лет назад, и после этого меня понесло, и сильно втянулся. Через пару месяцев взял еще одного, еще, собрал их дома, дом переполнился какой-то момент. Ну и в дальнейшем так пришлось, что мы открыли питомник. Мы начали искать по интернету, везде, в общем, по аулам, чтобы высылали фото, видео. И именно ближе к типажу начали скрещивать работу. На данный момент у меня здесь находится 8 собак, то есть 7 взрослых, 1 щенок. Это не предел, планируем расширяться еще, делать больше вольеров. В общем, все как-то так. Ассалаумағалейкум, көрермендер. Мына ініміздің YouTube каналына иттер жайлы бағдарлама түсіріп отыр екен. Менің атым Марат болады. Иттермен айланысып отырғанымызға 15-20 жылдай болып қалды. Ол иттердің ішінде енді нағыз өзіміздің қазақ төбеттермен айланысамыз. Соларды көбейту, дамыту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда мына иттің аты Қойсер. Бұның жасы қазір 1 жас 4 ай болды. Салмағы мөлшермен 70 килограмм болады. Бұл сол өзіміздің, қалай айтса болады, селекциядан шығарған итіміз. Диас деген бауырымыз бар. Соның итімен біздің өзіміздің шарап деген туған, соны қосқанбыз, солардан туған ұрпақтары. Енді өзіміздің отандық иттер ғой бұл төбет деген. Сондықтан бұлардың популяризациясын көбейту керек. Әр иттерде өзінің стандарты болады. Сол стандартқа сай болу керек ит. Иттің бұл стандарттары в основном неге байланысты? Басқа иттің ең бас породность дейді ғой. Осы айтқанда порода, бас, ең алдымен бас, жүн и құйрық. Сол 3 признак болады да итте породность. Басы сәйкес келу керек, дене тұрқы, жүрісі. Мына төбеттердің өзінің особый несі болады. Қалай айтса болады, қазақша айтқанда өздерінің ақыл ойы болады да бұлардың. Сондай интеллект дейді ғой, интеллекті өте жоғары болады. Малға жаңағы. Содан кейін есік алдында өзін ерекше ұстайды. Ақыл ойы өте мықты болады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздің питомникті түсіріп жатырмыз. Саят бауырымыздың есімім Диас болады. Осы төбеттерді көбейтіп шығарып жүргенімізге 20 жылдай болып қалды. 20 жылдай шамасында болып қалды. Мынау алдарыңыздағы төбет танк деген төбет. Селекциядан шыққан.
біздің иттердің ерекшелігі ол бірінші мінезі бұлардың басқа иттерге қарағанда ерекше болатын мінезі. Адамға, балаға, кішкентай балаларға деген орысша айтады ғой, адекватный иттер деп. Сондай болады. Сырттан, шешесі сырттан, ол Тарзанның немересі, түсті әкесі Шарап. Осы Алматыдағы Марат деген бауырымыздың төбеті. Осы біздің селектордан шыққан төбет қазір. Жасы 1 жас 4 ай, салмағы 65 килограмм шамасымен. Породность жағынан келетін болсақ, басы, дене бітімі бәрі стандартқа сай. Енді кеңес беретін болсақ, ит баптаушыларға ең бастысы иттің қанын бұзбай, тазарақ, неғұрлым таза болса, өзіміздің төбеттерін қайта дамытуын алып келсе, сол тазарақ селекция жасаған. Негізі сол жағынан басқа породаларды қоспайды. Рахмет аға, итіңіз күшті екен, рахмет. Бұл ұрғашы төбет екен. Бағанағы танк пен қойсер деген екі төбеттің аналары. Қаралаңыздар дұрыстап. Ұрғашы төбет осындай болады. Достар, өзіңіз түсінгеніңіздей, бұл питомник Саят деген бауырымыздікі. Өзінің 8 иті бар. 2-3-еуі сол төбетке жатады, басқаларында Таджикстанның, Афганистанның қандары бар. Қазір кішкентай описание беріп кетейін бәріне. Бірінші бұл видеода түскен Бизон деген төбет, үстінен Шарап деген мықты породный төбет болған. Астында Қайтмас және де Мойнақ деген иттер. Қайтмас сол кезінде Ленгірде бүкіл салмаққа қарамай бәрін жыртқан ит төбелестерінде сондай әйгілі ит болған. Алдыңызда осындай қызық түсті ұрғашы ит, әкесі бұныкіда Шарап, бірақ шешесі Афганистаннан әкелінген. Өзінің дене типаж дейді, о типажы Афганистанның иттеріне өте ұқсайды. Сол шешесінен көп алған. Психикасы өте тұрақты. Қазір ұрып атқан себебі өткені питомникте жаңа иттер тұр. 10 айлық күшік десек те болады. Қайманаты Абрек, астыңғы линиясы Жамбулдық хан, үстіңгі таджикский Тарзан. Құйрығы ұзын, бірақ шынында өмірде өте әдемі екен. Саят бауырымыздың ең сүйікті иті, қайманаты қара құрт екен. Денесі тола боевой шрамы. Жара, бұл иттің тормозы жоқ сияқты, тек қана алға, тек қана газ. Осы питомниктің көшбасшысы важагы. Енді духы навалым, духы жетеді. Оны сипаттайтын сөз де керек жоқ, өзіңіз бәрін көріп тұрасыз. Бір сөз мықты екен. Сүп-секімді 5 айлық ұрғашы күшік, старый Мойнақ, Бедуин бай деген әйгілі қандар бар екен, отыр ішінде. Бұның да духы енді вагон. Үлкен ба кішіме қарамайды екен. Ренжіткеніне прет әйгілі Елнур Адиловтың жұмысы. Осы питомниктің сізге көрсететін соңғы иті Қайманаты Көкбөру, астыңғы линиясы Қайтмас пен Мойнақ. Әкесінің линиясы Ақтабан деген чемпион, дүниежүзілік және Евразияның чемпионы болған екен. Қарабаңыздар төбеттің қандай болатын. Қазір сәл арықтау екен, сондықтан шығарылмады. Смотри на камеру. Всем ассаламу алейкум. Меня зовут Арман. Вот мои два пса. Черного зовут Таймас, младшего Тайсон. Черный получается отец, этот идет сын. Я вот тоже состою в питомнике Шохпат.
собаками начал заниматься недавно. Буквально вот 2 года. Новичок. Да, разве? Дураки кружат друг по другу. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Комментарий, лайк жазғандарға ерекше рахмет. Саят бауырымызға осы питомнигін көрсеткен үшін, Марат ағамызға, Диас және Арман бауырларымызға иттерін әкелген үшін мыңдаған алғыс. Бауырлар, осындай ферма, мал, қора, ит, питомник бәрін түсіреміз, халықпен бөлісейік, пайдасы мол бұл істің. Бәрі 100% гарантия тегін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.